Қазақстанның ірі әуе компаниясы тағы дауға қалды. Белгілі журналист Ләйлә Сұлтанқызы ұшақтың бірінде жарақат алғаны туралы жазды. Оқиға Шымкент-Астана бағытындағы рейсінде болған. Ұшақтың есігі ашылмай тұрып кеткен, жанымдағы жолаушының абайсыздығынан бетіме үстіңгі сөреде тұрған ауыр зат құлап, көзімнің түсін жырып, қабағым жарылды. Бұл әуе компанияның қауіпсіздік шарасын сақтамағандықтан орын алған жағдай деп жазды ол. Айтуынша, бортта алғашқы көмекке арналған дәрі қобдишасы да болмаған. Енді Ләйлә ханым арыз жазып, бұл жағдайды былай қалдырмаймын деді. Сонымен қатар, бұл бірінші жағдай емес, көптеген блогерлер және ұшақпен жүретін халық осы әуе компанияға наразылығы аса зор. Себебі ұшақтар уақытысында келмейді, билеттерінің бағасы өте қымбат, бұл бағаға сай емес десті. Сіздің ойыңыз қандай? Сіз ұшаққа мініп көріп пе едіңіз?